Ассаламу алейкум достар, бүгін бізде Dell Nexia автокөлігі. Бұл көліктің проблемасы көлікте ешқандай жарық шамдар жанбайды. Нақтырақ айтсақ, ближний шамдар, габариттер, алдыңғы артыңғы габариттер және де ішкі прибордың габариттері ешқайсысы да жанбайды. Көліктің иесінің айтуы бойынша предохранитель салған уақытта бірден жанып кетеді. Осы көлікті жөндейтін боламыз. Тұратын жерде көріп тұрғандай мына жердер балқып жанып кеткен. Көліктің иесі артынан осы жерге келіп тұрған орындарын, мамкаларын алып тастаған. Яғни осы екі жерде предохранитель тұру керек. Енді ол жерде қазір біз тексергенде замыкание болып тұр. Яғни предохранитель салған уақытта бірден атып кетеді. Предохранитель орнына салып қойдым. Енді қазір мен біздің габаритті қосатын боламын. Сол кезде біздің предохранитель бірден жанып кетеді. Мұқият қарап тұрайық. Қосамын. Мінекей достар, бірден жанып кетті. Демек, габариттің схемасында, габаритте бізде замыкание бар деген сөз. Енді осыны қалай іздейміз? Ол үшін бізге керек құрал қарапайым лампочка. Ол повороттың лампочкасы болуы мүмкін, кез келген фардың лампочкасы болуы мүмкін. Мынандай осыдан екі шығып тұрған проводты біз жаңа не істейміз, саламыз. Енді предохранитель жанып кеткен уақытта одан артық предохранитель салып қажеті жоқ. Мысалы, бұл жерде 10-дық предохранитель тұру керек. Көп адамдар предохранитель жанып кетсе, үстіне 10 болмаса 20-30 салай береді, үлкен-үлкен амперлік предохранительдер. Содан кейін кейбір адамдар тіпті предохранительдің арасына сым орайтындар да бар. Ол да мүлдем болмайды. Неге? Себебі бұл көліктің өртенуіне алып келеді. Осылай лампочкамызды жалғап аламыз, замыкание тексеру үшін, және де біздің габаритімізді қосамыз. Предохранитель қай жүйеге жауап береді, сол нәрсемізді қосамыз. Мысалы, пешкеге жауап берсе, пешті қосу керек болады. Фарға жауап берсе, фарды қосу керек болады. Біздің жағдайда габаритке жауап беретін предохранитель, біз габаритті қосамыз, және де лампочкаға қараймыз. Мінекей, біздің лампочкамыз жарқырап бар күшіне жанып тұр. Неге? Себебі бір жақта минус тұр деген сөз. Ол замыкание деген сөз. Енді сол минус іздейміз. Көлікті енді қайдан іздеуге болады. Жалпы габариттердің мұнда көлікте саны енді өте көп қой. Приборда бар, іште мына освещениялары бар, жарықтар бар, артта бар, алда бар. Соның барлығын кезекпен кезек шұқылап қарау керек. Қай жерден тиюі мүмкін деген сияқты. Қазір мен біртіндеп алдын артын қарайтын боламын. Сонымен достар, қазір мен автокөліктің алдыңғы габарит және артыңғы габариттерін қарап жатырмын. Нақты айтқанда тоқсыздандырып жатырмын. Мінекей, мына жерде штекерлері бар. Мінекей, мына көрінсе қазір. Осы штекерлерді ажыратып, мен көлікке кететін фардан былай қарай кететін тоқтарды тоқсыздандырып жатырмын, яғни габаритке тоқ келмейтін етіп жатырмын. Не үшін? Мысалы, егер короткий замыкание мына бөлікте болса, мысалы, екі фарда, онда біздің жаңа лампочкамыз өшіп қалатын еді. Осы жерді тоқсыздандырдым, және де артыңғы бөліктерді сосын жаңа қосып тексеріп аламын. Замыкание әлі бар, әлі жанып тұр лампочкамыз. Және де артыңғы бөліктегі артқы фонар жарық шамдарын барлықтарын тоқсыздандырып алдым. Мына жерден штекерін ажыраттым, мына бөлікті шешіп тастадым. Және номерге кететін габаритте, яғни габарит қосқанда не жанады бізде, солардың барлықтарын мен қазір тоқсыздандырып жатырмын. Қай бөлікте замыкание бар екенін білу үшін. Мінекей осылай тоқсыздандырамыз. Болмаса біздің жаңағы габаритті қосып қойып, шамға қарап қойып, мысалы замыкание тұр бізде мына жерде. Осылай мен жгуттарды, тоқтарды осылай қосып қараймын. Және де біздің лампочка бақылап тұрам. Лампочка сөне ме, сөнбей ме, осылай мінекей қозғап барлық жгуттарды түгелдей габаритқа қосқанда не жанады, соның барлықтарын осылай қозғаймын. Алдыңғы бөлікте де дәл солай қозғаймын. Алдыңғы бөлікте де мысалы габаритпен бізде шамдар жанатын фарлардың келіп тұрған тоқтардың барлықтарын осылай қозғап, және де біздің немізді қарап тұрамыз, шамымызды қарап тұрамыз. Қай шамада сөнеді, яғни замыкание
сол жақта деген сөз. Қай шамада сөнеді, қай шамада қозғағанда сөнеді, біздің замокани сол жақта деген сөз. Әзірге біздің жарық шамдарымыз өшкен жоқ, яғни замокани тексеретін шамымыз өшкен жоқ. Демек, замокани әлі бар деген сөз. Енді ішкі бөлікке көштім. Ішкі бөлікте бізде магнитофон тұсында да болады габариттің шамдары. Оның барлығын қарадым. Замокани ол жерде жоқ, шам әлі жанып тұр. Және де мына прикурльдің ішінде де өзінің жанып тұратын светі бар, лампочкасы габариттің бірге жанатын. Оны да ажыратып тастадым, тоған қарадым. Бізде замокани әлі бар. Дәл осылай ары қарай тексере береміз. Сонымен достар, қазір панельді шешіп көрдім. Панельдің артқы жақтағы тоқтады. Ұстап, қарап көрдім, ешқай жерде замокани жоқ. Бірақ та бағытын тапқан секілдімін. Себебі мына жерде бізде мына тоқтар артқа кететін штекердің тоқтары. Мына бөлік арт жаққа кетеді. Осы бөлік арт жаққа кетеді. Ал мына жерден сол штекер арқылы жалғанады. Осы штекерді ажыратқан кезде, алған кезде біздің неміз өшті. Короткий замоканиіміз кетті. Демек, біздің замокани артыңғы жақта деген сөз. Қазір көрсетіп өтейін. Мінекей замокани бар. Енді мына штекерді ажыратамын. Штекерді ажыраттым. Біздің лампочкамыз сөнді. Дауыс шықты, габарит қосылып тұр деген сөз. Енді іште прибордағы да біздің шамымыз жанып тұр қазір. Демек, бізде алдыңғы бөлікте емес, артыңғы бөлікте бізде мына бөліктен бастап артқа дейін бір жерде замокани бар деген сөз. Жалпы бағытын тауып алдым. Енді осы бойынша ары қарай іздей берем. Артыңғы бөліктен замокани іздеп бастадым. Ең алдымен артқы орындықты шешіп тастап, артыңғы бөліктен замокани іздедім. Бірақ та артыңғы орындықтың астынан ештеңе табылмады. Сонымен достар, қазір мен порогты алдым. Енді астында жгутты қараған кезде, проводкаларын қараған кезде, бізде екі жаққа таралған екен. Арт жаққа таралған және мына ішке қарай таралған екен. Енді қайдан білем, біздің замоканиіміз қай жақта, қай бөлікте, артыңғы бөлікте ме, болмаса ішкі бөлікте ме? Ол үшін мен қазір мінекей мына штекер бар ғой, осы штекерді ажыратып тастадым да, бізге габаритке келіп тұрған тоқтың түсін тауып алдым. Қазір мінекей былай контрольканы былай қойдым да, габаритті қосамыз. Габаритті қостым, мінекей бізге плюс келді. Габаритті қазір өшірген кезде бізде плюс кетіп қалу керек. Қазір мен былай қойып қоямын, мінекей. Габарит қосып тұр, өшірем. Міне, өшті. Демек, бізде мына бөлікке дейін габарит келіп тұр, сау деген сөз. Мына бөлікке дейін бізде замокани жоқ деген сөз. Енді ар жағында бізде ашып қарады мына бөлігін, проводтың түсін білу үшін. Бізде мынандай ақшыл, сұр провод екен. Және де қасындағы проводқа байқап қарасам, мынандай жабысып қалған екен. Осындай болып жабысып қалған. Енді қазір осыны ажыратып көрейін. Мүмкін замокани осы шығар бізде. Осылай ажыратамын. Кәдімгідей жабысып қалған екі провод бір-біріне. Штекердің түбінен. Мінекей. Ажыраттым. Енді штекерді саламын орнына. Сосын тексеріп көреміз. Штекерді орнына салдым. Лампочканы бағара шығарып қойын. Енді қосып көреміз. Замокани әлі де бар. Демек, осы проводтың бойын қуу керек маған. Осы ақшыл сарғыш проводтың бойын қуу керек. Ақшыл сұр проводтың бойында минус жатыр деген сөз. Бірақ та ол проводта минус жатпау керек, керісінше не жату керек? Плюс болу керек. Енді осы проводты қазір мен қуып көрем.
Достар, мына порог бөлігіндегі екі жаққа кететін проводты мен түсі арқылы қазір мен іздеп жатырмын. Осы провод біздің габарит жүретін провод. Осы жерден қазір мен қиып тастадым. Неге? Себебі маған қазір бағыт керек, қай жақта екеніне. Қазір осы жерден қиып тастадым. Біздің замыкаемыз кетіп қалды. Мінекей. Біздің лампочкамыз қазір жанбай тұр. Демек, мына бөлікке дейін, мен қиған бөлікке дейін замыкание жоқ деген сөз. Мына жерге қазір габариттің плюсы келіп тұру керек. Қазір мына жерге. Мінекей, плюс келіп тұр. Бізде проблема, яғни осы проводтан артқа қарай кеткен деген сөз. Енді қазір мына жерге тиісіп көрсем, біздің лампочкамыз жану керек. Проводымыз жетсе. Мінекей достар, тегізіп тұрмын. Біздің замыкание қайтып пайда болды. Енді қазір алып тастайым. Мінекей, лампочка өшті. Демек, осы проводтың бойында артқа қарай кеткен замыкание бар деген сөз. Әрі қарай іздейміз. Достар, біздің бағытымыз тағы да өзгерді. Неге? Себебі қазір мен мына жерге, мына қиған жерге лампочканы қойып қойдым. Себебі біздің мына жерге дейін плюс келіп тұрды, ал мына жақтан бізде минус келіп тұрды. Басында мен замыкание артта деп ойлаған болатынмын. Арттың барлығын қарадым. Мына жерден порогтың барлығын ештеңе таппадым. Мына жерден барлығын ашып қарадым. Барлығы сау, барлығы нормальный. Енді байқап қарасам, мына жерде мен мына минус тұрған проводымыз мына бөлікке түгелдей жалғанады. Ортақ провод түгелдей. Және сол жерден барлық жаққа тарайды. Артқа тарайды, және де ішкі жаққа да тарайды екен. Ішкі жаққа кеткен біздің проводтың кезекпен кезіп қидым. Сөйтіп, біздің замыканиеміз ішкі жақта болып шықты. Артта емес, ішкі жақта қазір бірін тегізіп жатырмын. Мінекей, біздің замыкание әлі бар деген сөз. Демек, біздің плюсіміз мына жақта бар. Ал мына жақтан мінекей минус былай келіп тұр. Мына провод арқылы минус мына жақтан барлығына біріккенде өйстіп осы жақтан минус шығып тұр. Артқы жақта емес. Егер артқы жақта болса, қазір лампочка жанып тұратын еді. Артқы жақтың проводтарын ешқайсысын кескен жоқпын. Мына ішке кететін проводты кестім. Демек, енді ішке қарай көшеміз. Біздің бағытымыз іш жақта. Достар, мына жақтың замыканиясын табу үшін қазір мен орындықты шешіп тастадым. Енді осы боймен әрі қарай замыканияны іздей береміз. Проводтар былай қарай кеткен екен. Қай жерде қысылып қалды, қай жерде замыкание бар, осы боймен іздей береміз. Сонымен достар, ана жақтан келе жатқан біздің проводтарымыз мінекей мына бөліктен бұлай келе жатыр. Осылай. Содан кейін барып біздің габариттің проводы тағы да артқа қарай кеткен. Ана жақтан келіп бұлай артқа қарай кеткен. Артқа қарай кетіп мына жерден біздің замыканияның шамасын тауып алдым. Ол есіктің тұсында. Мына бөлікте габариттің проводы біздің кнопканың лампочкасына келеді. Габаритті қосқан кезде, енді қазір мына жерде қосылып көрсем, лампочкаға қарап тұрамыз. Мінекей. Қосылып көріп жатырмын қазір. Мінекей. Сол кезде бізде замыкание пайда болады. Мінекей достар, біздің замыкание болған жер осы жерде екен. Осы жерде бізде замыкание болған. Мінекей осылай короткий замыкание тапқан болатынмын.
Бұл жердегі менің қателігім, циклоподъемник кнопкасында габариттің болатынын ескермей, есіктің арасындағы резинкалерін тексермей кеттім. Сол үшін салонды осылай қопаруға тура келді. Енді келесіде білетін боламын.